Қолаға жақындадың, бірақ енді ойлағаның ол емес қой. Әрине, енді алдағы ағылшын боксшымен келсем, енді жартылай финалға ең мықтылар шықты деп ойлаймын. Енді мықтылардың мықты болу үшін келесі ойдағы да одан да жақсырақ бой көрсетуге тырысамын. Бұл жекпе-жек қалай өтті? Өзің қалай сезіндің? Енді бұл жекпе-жекті ойдағы да өтті деп ойлаймын. Осы бапкерлердің айтқан тактикасымен қолданып Бірден шабуылға шықтың ба? Енді қарсыласының кішкене бойы сәл ұзындау болғасын солай шығу керек болды. Сондықтан сосын екінші раундта қарадым, ол атакада көп жұмыс істей алмайды екен, сосын аяқта жүруге Өте сауатты жұдырықтастың осы. Енді басында қарсыласымды оқыдым. Енді бұл жартылай финал дейтін бұл мен үшін екінші олимпиадада медаль алу дейтін ол мен үшін үлкен бақыт, сондықтан бар күшімді салуға тырыстым. Бірінші раундта қарадым, қарсыласымды енді атакада шабуыл жасамайтын болғасын, өзімнің тактикамда екіншіден жұмыс істедім. Америка финалдағы белгісіз ғой, британец, бұрын соңды кездеспегенсің. Енді кеше осы олимпиаданың алдында Ирландияда жаттығу жиыны өтті. Сол кезде Индияның боксшылары осы ағылшын, сосын осы Ирландия, Индия осы елдермен бокстасқам. Спаррингке ойнағам, осы ағылшынмен бұл кезде енді жақсы ойнадым. Таяқ жеген жоқ. Қолымнан келген орын. Енді бұл жарыстың аты жарыс. Сондықтан оңай соға болмайды.